бір палаталы парламент моделіне арналған нормалар 4-ші құрылтай деген бөлімде жинақталды. Онда заң шығару органының өкілеттіктері бекітілді. Құрылтайдың сессияларына және оның қызметін ұйымдастыруға қатысты баптардың барлығы дерлік жаңартылды. Заң шығару бастамасы құқығына ие субъектілердің қатары анықталды. Құрылтай заң қабылдау арқылы реттелетін аса маңызды қоғамдық қатынастардың тізбесі берілді. Заң жобаларын қарау мен қабылдаудың рәсімдері көзделді. Құрылтай төрағасының лауазымына қатысты мәселелер жеке бапта реттелді. Келесі 5-ші бөлім үкіметке арналып отыр. Бір палаталы құрылтайға көшуге байланысты көптеген ережелері нақтыланды. Олар үкімет пен оның мүшелерінің құрылтай алдындағы жауаптылығы мен есеп беру, сенімсіздік вотумын білдіру, құрылтайға заң жобаларын енгізу, республикалық бюджет және оның атқарылу туралы есеп беру мәселелеріне байланысты болып отыр. 6-шы бөлім 2 баптан тұрады. Олар Қазақстан халық кеңесіне қатысты мәселелерді реттейді. Құрамына ел азаматтары кіретін бұл жоғары консультативтік орган Қазақстан халқының мүддесін білдіреді. Атауы қос мәтінде қазақ тілінде жазылып отыр. Оның құрылтайға заң жобаларын енгізу, республикалық референдум тағайындау туралы ұсынысқа бастама жасау және басқа да маңызды өкілеттіктері белгіленді. Конституциялық сотқа қатысты нормалар 7-ші бөлімде шоғырландырылды. Конституциялық соттың құрамына, судьялардың өкілеттік мерзімдеріне және құзырына қатысты нормалар негізінен сақталды. Конституциялық соттың конституциялық бақылау жүргізетін және бүкіл ел аумағында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін тәуелсіз мемлекеттік орган ретіндегі миссиясы бекітілді.